Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін үй жағдайында жасалынатын өте дәмді бургер дайындаймын. Алдыңғы видеода мен осы бургердің жұмсақ нанын жасау жолымен бөліскен болатынмын. Осы видеоның астына сілтемесін қалдырамын. Ең алдымен біз котлетті дайындап аламыз. Ол үшін тартылған еттің үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін біз 5 данаға бөлеміз, яғни бізде 5 котлет болады. Әр данасын мен 120 граммнан жасап алдым. Осылай қолымызбен дөңгелек шарик жасаймыз. Одан кейін қолымызбен баса отырып котлеттің формасын жасап аламыз. Егер сізде дөңгелек кішкентай форма болса, сонымен жасасаңыз өте ыңғайлы. Осылай пергамент қағазына қойып, барлығын біркелкі етіп жасап алдым. Енді барлық котлетті бірінің үстінен бірін қойып, бетін салафанмен жабамыз. Одан кейін мұздатқышқа 15-20 минутқа қалдырамыз. Себебі біз қуыру кезінде котлеттеріміз өз формасын жақсы ұстау үшін қажет. Енді табаға сұйық май құйып, кішкене қыздырамыз. Одан кейін котлетімізді саламыз. Екі жағы піскенше қызартып қуырып аламыз. Менде мұнда сиырдың еті, немесе тауықтың етімен де жасасаңыз болады. Екі жағы піскенше орташа отта қызартып, пісіріп қуырып аламыз. Котлетті қағаз сүлгіге қойып сорғытамын. Енді соусын дайындаймын. 2 ас қасық майонез, 2 ас қасық кетчуп салып, барлығын жақсылап араластырамын. Бөлкен нанды осылай 2 бөлікке бөліп, ортасынан бөліп алдым. Одан кейін қызып тұрған табада, құрғақ табаға осылай орташа отта қыздырып аламын. Барлығын осылай турап дайындап алдым. Енді бургерді жинайтын боламыз. Бөлкен нанның астыңғы бөлігін алып, осылай соусты қасықпен барлық жағына жағып аламыз. Одан кейін салат жапырағын қойдым. Кез келген өзіңізге ұнайтын салат жапырағын пайдалансаңыз болады. Айсберг жапырағы да өте жақсы үйлеседі. Одан кейін котлетті қоямыз, ірімшікті, қызанақ пен балғын қиярды қойдым. Қалауыңыз бойынша тұздалған қиярды қойсаңыз болады және пияз қойсаңыз болады. Енді осылай бөлкеннің үстіңгі жағын жауып, ағаш таяқшамен тіреп қоямын. Осымен біздің үй жағдайында өте дәмді гамбургеріміз дайын. Барлық гамбургерді осылай жасап аламыз. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, қазақша каналды қолдап тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Отбасыларыңызға жасап қуантыңыздар. Сіздермен болған ұл мекен. Астарыңыз дәмді болсын. Хош, сау болыңыздар.